5 сабақ. Балалар, сабақты бастаудан алдын каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз. Және де түсінбеген тақырыптарыңды, тапсырмаларыңды комментарияға жазып сұрай берсеңдер болады. Мен келесі видеода сол тақырып бойынша жауаптарын жазып шығарамын. 19 тапсырма. Мәтін түрлері туралы біліміңді есіңе түсіріп, сызбаны толықтыр. Мәтін түрлері: әңгімелеу, сипаттау, пайымдау. Әңгімелеу мәтіні бір нәрсе жайында хабарлайды, не істейді, қайтеді, қайда болыпты сұрақтарына жауап береді. Сипаттау: адам, табиғат, жануарлар сипатталады, қандай, қай сұрақтарына жауап береді. Уақиға құбылыстарының себептері түсіндіріледі, дәлелденеді. Неліктен, неге сұрақтарына жауап береді. 20 тапсырма. Мәтіндерді оқып өзара салыстыр. Ақбөкендер ен даланы мекендейді. Олар топ-тобырмен жайылады. Кәрі ақбөкендер қарауылда тұрады. Қауіп төнгенде пысқырып дыбыс шығарады. Ақбөкен қойға ұқсайды, бірақ оның басы үлкен, тұмсығы жалпақтау, артқы аяқтары қысқалау, көздері мөп-мөлдір. Бұл жерде екі мәтінде біреуінде ақбөкендердің тобы туралы айтылса, екінші мәтінде ақбөкеннің өздеріне сипаттама берілген. Мәтін түрін анықта. Қайсысы әңгімелеу мәтіні, қайсысы сипаттау мәтіні екенін дәлелде. Бірінші мәтін әңгімелеу мәтініне жатады, өйткені бұл жерде ақбөкендердің тобы туралы әңгімелеп тұр. Екіншісі сипаттау мәтініне жатады, өйткені бұл жерде ақбөкенге қойылған сұрақтарға қарасақ, ақбөкен қойға ұқсайды. Ақбөкен неге ұқсайды? Бұл мәтін сипаттау мәтініне жатып тұр, өйткені ақбөкенді сипаттап айтып тұр. 21 тапсырма. Мәтін тақырыбына сай келмейтін бөлікті алып тастап, оны қайта құрастырып жаз. Көптен бері қора сыртында екі таяқ жататын, екеуі дос еді. Морж сойдақ тісті полярлық мақұлық. Ол шаян бақалшықтарын қазып жеп қоректенеді. Бір күні қалтай біреуін қызық қағып бұзауын арқандады. Сол-ақ екен, әлгі таяқтың кекірегіне нан пісіп шыға келді. Өйтпегенде ше, қызық болып пайдаға жарады ғой. Құрастырған мәтініңе ат қой. Бұл мәтінге мен теңіз жануарлары деген ат қояр едім. Өйткені бұл жерде теңіз жануарлары туралы көбірек айтылған. 22 тапсырма. Шығармашылық үзіліс. Мына сөздерді тиістісін қойып өлең құра. Тоны қандай? Маған қатты. Жылы еді, ұнады, жүреді, шығады. Мұз үстінде суға сүңгіп. Тоны қандай? Жылы еді. Маған қатты ұнады. Мұз үстінде жүреді, суға сүңгіп шығады. Сипаттау мәтінінің сызбасы. Сипаттау мәтіні заттың белгісі, түрі, түсі, және ерекшелігі. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, және түсінбеген тапсырмаларыңды комментарияға жазып сұрауды ұмытпаймыз. Қош сау болыңдар.